Жақында бір шындыққа көз жеткіздім. Адамның тұтас өмірі күту деген сөзге сыйып кетеді екен. Сен үнемі бірдеңені күтесің. Кофем суысын деп күтесің. Жаз айы келсе екен деп күтесің. Жаңа жылды күтесің. Астероид қашан құлайды деп күтесің. Фейсбуктан хат күтесің. Оның қоңырау шалғанын күтесің. Мейлі, жасың 30-да болсын, мейлі 60-та болсын, бәрібір күтесің. 40-қа келгенде әйеліңнің жұмыстан келгенін күтесің. 5 жаста анам балабақшадан қашан әкетер екен деп күтесің. Содан күтесің. Күтумен өмір өткізесің. Жалақыңда киноның аяқталғанын, теңіз жағасындағы ауа райының жақсаруын, артық салмақтан арылуды, шашыңның ағарғанын күтесің. Үрейімді қашан жеңем деп күтесің. Бәсекелестің жеңілгенін күтесің. Міне солай. Күтесің, күтесің, және тағы күтесің. Өмірден сый күтесің. Әлде жылы сөз күтесің. Әлде кімнің сатқындығын күтесің. Трамвайыңды күтесің. Пиццаның келуін күтесің. Жұмыстың біткенін күтесің. Тағы да күту, күту, күту. Бәрін күтеді. Полковникте хат күтеді. Оған ешкім жазбаса да күтеді. Ең ғажабы сені біреудің күткені. Сенен бірдеңе керек болғандықтан соң емес, жай сен жер басып жүргеніңе қуанып бар болғаның үшін күтеді. Сені қайда күткені маңызды емес. Интернетте, үйде, тозақта. Сені күткен адамға асыққайсың. Кейде оларға жай ғана амандығыңды білуде жеткілікті. Бар екеніңе мәз, жер басып жүргеніңе тәуба дейді. Өмірдің өзі осы күтумен қызғау сірә.